Ассалаумағалейкум. Мен ойлаймын да, осы неге біз жақындарымыз қайтыс болған кезде даже спокойно қайғыра алмаймыз. Неге менің басыма қайғы қасірет түсіп тұрған кезде менің уайымым қалай жүздеген адамды қазір тамақтандырам деген ой болу керек. Неге мен басыма қазір қайғы түсіп тұрған кезде, басым мең-зең болып, басым қатып тұрған кезде палатка қайдан алам, мал қайдан табам, қазан ошақ қайдан алам деген басыма сондай ойлар мені мазалау керек деймін да. Біз садақаның өзінде жай бір ырым жасап жатсақ екен. Жоқ, тойдан кейін емес қой. Тойдан кейін емес. Қанша ысырапшылдық. Мысалға басқа өңірді білмеймін мен. Біздің Маңғыстауда кем дегенде бір жылқы соямыз біз. Басқа расход санамаған кезде, тамағың бар, тағың бір бірдеңелерің бар. Неге деймін да сол кімге керек сол барлығына. И так та сол семьяға от мысалға әкелерін айырылып жатады, ағаларын айырылып жатады, тағы да енді үйдің кімнен айырылса да сондай басқа жүк түсіп тұрған кезде сол аз болғандай мә саған тағы да деп соны ойлау керек. Еще оның 7-сің бар, сенің 40-ың бар, сенің 100-ің бар, сенің жылың бар, барлығына сондай расход кетеді да, ойлап қараңыз. Соның барлығын кім үшін жасаймыз? Сол баяғы жұрттан ұят болады. Сол жұрттың көбісі ана ет жеп болады да, тісін шұқылап тұрып, ана бақилы болған адамды еске алмайды оны. Кеше болған әңгімесін жіберіп тұрады. Таң қаламын да мен, неге сол бір бітпейтін бір көз бояушылық, бір бітпейтін бір ысырапшылық та бізде. Или сол дұрыс па білмеймін. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар, мен ойлап тұрғаным. Солай істеген дұрыс па екен? Мысалы біздің пайғамбардың кезінде, алейхиссалату вассалам, қайғы болған үйде тамақ пісірмейтін үйдің иелері. Керісінше олардың көршілері келіп, олардың ағайындары келіп, оларға тамақ пісіріп беретін. Соларға көмек ретінде, соларға жеңілдік ретінде. Бізде керісінше басқаша. Неге солай жасамасқа деймін да? Қазір айтатындар табылады, мына араб құлдар сақал өсіріп алып бізге миымызды жеп деген сияқты. Мен ешкімнің миын жеп тұрған жоқпын, ешкімге ақыл беріп тұрған жоқпын, просто ойымды. Или менікі дұрыс емес пе білмеймін, может менікі дұрыс емес шығар, қалай ойлайсыңдар?